бақша орталығына келдім. Үйде отырғызу үшін мен мынандай тұқым алған едім. Біреуі бұрыш, міне қызыл бұрыш. Енді білмеймін, бұл балконда отырғызуға жарай ма, жарамай ма. Екіншісі міне қызанақ, карликовый қызанақ дейді. Сосын үшіншісі бұл да қызанақ, бұл черри қызанағы. Және төртіншісі міне балконный огурец, яғни балконда өсіруге болатын қияр. Енді мен қазір ойлап тұрмын, бір қатарға түгелменен қияр отырғызып, екінші қатарға қызанақ отырғызып, әлде үшеуіне қызанақ отырғызып, үшеуіне тағы да қызанақ отырғызып, сосын екеуіне бұрыш отырғызамын ба деп ойлап отырмын. Көреміз енді. Әлде болмаса былайынан отырғызам ба, кішкене әлі ойланып тұрмын, қалай отырғызу керектігін. Енді мынаған сәйкес біз әрбір тұғырды жылы сумен толтыру керек екен. Сосын су толықтай сіңген кезде, сіңуге 15-20 минут кетеді дейді. Сол кезде мына таблеткалар үлкейеді екен. Сосын үлкейіп бүкіл тұғырды толтырады дейді. Содан кейін барып тұқымды салу керек дейді. Содан кейін үнемі су құйып тұру керек дейді. Сол тамыр бергеннен кейін басқа ыдысқа көшіріп қайта отырғызуға қажет. Енді көреміз. Бұл менің жемістерді өсірудегі алғашқы тәжірибем. Қалай болатынын бірге көреміз. Міне мен жылы су алып келдім. Енді жылы суды құяйық. Қанша грамм болып жатқанын білмеймін. Шамамен толтырып құя беремін. Енді судың толықтай сіңуі үшін 15-20 минут уақыт береміз. 15-20 минуттан кейін қайта келіп қараймыз. Міне 15 минут өтті. Енді міне кішкене тұқым салатындай қылып қазып, ішіне тұқымды салып, сосын бетін жабамыз. Бізбен бірге болыңыз. Бірінші қатарға қиярды егемін деп шештім. Міне 4. Бірінші қатардағы 4 орынға қиярды егемін. Қазір жабайын. Мұнда су көбірек құйылып кеткен сияқты. Шоқ қоямыз. Екінші қатарға міне черриді екпекпін. Так, ой. Так. Не көрініп тұр ма, жоқ па? Іштеріндегі кішкентай дән. Мына жерде. Не черридің дәні. Төртінші қатарға екеуіне
карликовый қызанақты ектім. Не қалған екеуіне енді қызыл бұрышты еккелі отырмын. Көреміз енді не шығатынын. Бүгін міне 16 мамыр. Бәрін белгілеп қойдым. Қай жерде не тұрғанын шатаспау үшін. Қақпағын жауып, енді қоямыз. Жылы жерге қою керек. 2-3 күннен кейін қараймыз.